Мен сіздерге бүгін баланың жауырынын қалай ашуды үйретпекшімін. Әсіресе жас енді туылған новорожденный балалардың жауырыны жабысқыш болады. Себебі олар ол кезде қозғалмайды. Енді туылған кезде қозғалмайды және қозғалыссыздықтан жауырындары жабысып жылайды. Соны қалай ең оңай способын көрсетпекшімін. Қазір қыс мезгілі болғандықтан денесін қыздырсын деп доктормамды алып, кішкене жағам жауырынына. Кішкене денесі қызды. Енді қолын ешқандай напряжение түсірмей осылай аламын екеуінде. Сосын былай кішкенеден үйретем қалай балаға. Екінші қолында. Уже жыламайды бұл балаға. Бірінші жастырған кезде қиналғам. Уже біраз жасап үйренді. Жасамағына бір 3-4 күн болып қалды негізінде. Қазір қимылы бар, қимыл қозғалысы бар, сондықтан жабыспайды жауырын. Әр кезде жасаймын. Осылай тез ашып алуға болады. Егер қатты жабысып қалса, бала жаман тынымсыз болып жылайды. Сондай қатты жабысып қалған кезде күніге жай-жайдан істесеңіздер, 10 күнде, ары кетсе 10 күнде ашылып күшті болады. Содан кейін жаңа туылған балаларды күніге шомылдырып, күніге осылай жасап, бесікке жатқызып ұйықтату керек. Пайдалы болса лайк қойып, подписка жасаңыздар. Рахмет көргендеріңізге.